тағы да бір қойып кететін сұрағым, менің талабым жөнінде хабарыңыз бар ма? Мен өткені айттым жаңағыдай 10 миллионнан кем таппайтын маған жігіт керек деп. Иә, мен қалағанымдай өмір сүруге жететін, қандай еді? В общем, я зарабатываю столько, как я хочу жить, столько я зарабатываю. И және де талшынның көңіліне жету үшін шамам бар, мүмкіндігім бар. Мүмкіндігім бар дейді Талшын. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Енді осы жерде сіз жаңа ажырастым деп айттыңыз ба, или сізде ажыраспағансыз ба сіз? Жоқ, бойдақ. Бірақ енді осы жерде ауыр айтқым келіп тұрғанда жоқ та, бірақ факт ол нәрсе Талшынның ажырасқаны. Негізі ажырасқандарға өйтіп личная неприязнь жоқ, бірақтан Талшынның бір баласы бар деген сияқты. Оған әке бола аласыз ба? Ертеңгі күні сіздер танысып жатсаңыздар, оған ата-аналарыңыз қарсы болмай ма Талшынның ажырасқанына? Я түсінемін оның бәрін, бірақ мен кішкене есетету, может быть, өмір сүргеннен соң ба, осы кішкене басқаша ойым басқа болады да, мировоззрением. И мен әке-шешем де сондай, мен бақытты болсам, әке-шешем де бақытты болады деп ойлаймын. Талшын мені бақытты қылса, бәрі жақсы болады дейді. Менің қолымда ма сіздің бақытты болуыңыз сонда? Как? Сіздің бақытты болуыңыз сонда менің қолымда ма деймін? Енді әшейін келіп жатқан жоқпыз ғой. Жоқ, енді сіз қазір сіз бақытыңызды маған итеріп қойып жатырсыз да. Мен мысалға өзім какие есть, мысалы жұбым болсын, қасында болмасын, мен бақытты адамын бұл өмірде. Сіз сонда бақытыңыз біреуге байланысты ма? Жоқ, неге? Осы сұрақ неге қойған? Мен ойлағам ғой, осы сұрақты неге қойған? Осы сіз ажыраспағасыз деп сондай сұрақ қой, дұрыс па? Мен айтамын да, мен қарсы емеспін оған. Сіз мені бақытты қылсаңыз, мен оның бәрін, имеется в виду, это все принимаю деген ғой. Сондай ниетмен. А так мен өте бақытты адаммын, Құдайға шүкір. Барлығы жақсы өмірде, жақсы табыс тауып отырмыз. Бәріне жетеді енді, Құдайға. Я Баласа ханым, үміткерге қоя тұрған сұрағым, қош келдіңіз. Негізі сіз өзіңіз өнер адамы деп айтып қалдыңыз, я? Сіз Талшынды азыр айтып жатасыз да, артист деп түсінемін депші. Негізі Талшын ханым блогер, я? Артист емес. Модель. Мен түсінгенім бойынша сіз Талшын ханым келгеніне көп болмады. Но сіз өзіңізді бұл жерге қатты айтсам ренжімеңіз, бірақ хайп үшін келіп отырған жоқсыз ба, эфир ойнатыш үшін? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Сондай қазір енді сондай болып тұр ғой, бірақ бір нәрсем айттым ғой, бір нәрсем бар, не үшін келгенім. Оны сосын ашқан кезде айта аламын. Қазір айта алмаймын. Қараңызда, сіз келе қала, сіз Талшын ханымға сұрақ қоймастан, Талшын ханымға қызыққан